Саламатсыздар ма, құрметті көрермендерім, сүйікті көрермендерім. Сіздермен көптен бері көріскен жоқпыз. Ал енді макаронның осындай түрін дайындайтын боламыз. Бізге бір сәбіз, пияз, болгар бұрышы керек болады. Осындай бір Лилияның макароны. Бұл реклама, жарнама емес. Пиязымызды ашып, жуып, тазалап аламыз. Пиязды осылай бөліктерге бөліп тураймыз. Осындай қылып турап аламыз. Сәбізімізді үккіштен өткізіп аламыз. Бір сәбізден жартысын қалдырдым. Осы жеткілікті деп ойлаймын. Осы болгар бұрышын түсін өздеріңіз таңдайсыздар. Қызыл ма, көк па, бәрібір таңдап аласыздар. Табамызға май құйып, пиязымызды сәл сарғайғанша қуырып аламыз. Сәбізімізден болгар бұрышымызды пияздың үстіне салып, тағы да біраз қуырамыз. Мен сұйық майды азырақ құйдым, өйткені менің фаршым майлы. Сол себептен аз қостым. Үстінен бір қасық томатымызды саламыз. Енді қайнап тұрған суымды құйдым. Бұл жерде маңызды емес, қайнақ су ма, мұздай су ма, өздеріңіздің уақыттарыңызға қарайсыздар. Жылдамырақ болсын десеңіз, қайнақ су құясаңыз болады. Енді тағы бір пиязымызды ашып, тазалап, осындай фаршымызға майдалап турап дайындаймыз. Бір қасық тұзым, бір шай қасықпен қара бұрыш салдым. Араластырып, әрине бұл жолы қолғабымды киіп алдым. Қолыммен араластырған ыңғайлы маған. Араластырып аламыз. Енді макаронымызды, осындай арнайы макарондар бар екен. Ішіне фарш салып отырмын. Дүкендеріңізден қарап көріңіздер. Бар болса алып істесеңіздер, өте тамаша тағам болады. Макаронның бір шеті осындай арнайы жабылып қалған, көрдіңіздер ма? Бір жағы ашықта, бір жағы жабылып тұр. Бәрін осылай жақсылап тығып аламыз. Байқасаңыздар, мен фаршқа жұмыртқа қосқан жоқпын. Қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады, өйткені фаршыңыз шашылып кетпейді. Қайнап тұрған осындай подливімізге макаронымызды дайын саламыз. Біреу екеу салып, енді барлығын бірге осылай сала салдым. Еш нәрсе етпейді, қорықпаңыздар. Жақсылап қозғап ары беріп. Өйткені макаронымыз суға бату керек, су аздау болды. Үстінен тағы да су құямын. Қозғап біраз, жақсы қайнап шыққанша үстіп қозғап қойсаңыздар болады. Тұзын көруді ұмытпаңыздар, құрметті көрермендер. Тұздың дәмін көреміз. Аз болса үстінен тұз салыңыздар. Қақпағын жауып 50 минут пісірді мен, сенесіздер ма? Макаронымыз өйткені қалың, шашылып кетпес үшін көп қозғай бермейміз. Макаронымыз дайын болып қалды. Үстінен сырымызды саламыз. Сыр салсаңыздар да болады, салмасаңыздар да болады. Мен енді өзім қолымдағы бар сырды салдым. Асымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Менімен бірге болыңыздар. Сіздермен бірге болған дәмді ас каналы жасап көріңіздер, өкінбейсіздер.